Жылдан мәлімдеме тарады. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз. Алматы облысы мен қаласы ең қауіпті аймақ. Қазақстанда жер сілкінісі көп тіркелген 101 елдің ішінде 17 орында тұр. Порталдың дерегі бойынша 1 қаңтардан 25 қарашаға дейін Қазақстанда магнитудасы 4-тен жоғары 259 жер сілкінісі тіркелген. Бұл сан қазақстандықтар сезінген сілкіністердің әлдеқайда көп көрінеді. Оның себебі есептеу әдістемесінде рейтинг құрастырушылар ел шекарасынан 300 км радиуста болған барлық сейсмикалық белсенділікті ескереді. Қазақстанда сейсмикалық белсенділік нақты қауіп төндіреді. Төтенше жағдайлар министрлігінің ұлттық сейсмикалық зерттеулер және бақылау орталығының дерегінше, ел аумағының 40%-ында жер сілкінісі болуы мүмкін. Бұл 7 миллион адам тұратын 400-ден астам елді мекенді қамтиды. 2016 жылы Қазақстан сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес ең қауіпті аймақтар Алматы облысы мен Алматы қаласы. Мұнда дүмпу 9 баллға жетуі мүмкін. Сондай-ақ басқа оңтүстік және шығыс аумақтарда 8 баллық сілкіністер қаупі бар. 7 баллға дейін сілкініс қаупі жоғары аумақтарда Абай, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Маңғыстау облыстары кіреді. 6 балл болуы ықтимал жер сілкіністері батыс және орталық Қазақстанның жекеленген аумақтарында болуы мүмкін. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.